Иә, бұл мен, Ақмарал. Мен бұл жағдайға қалай тап болдым? Бұның өзі бір қызық оқиға. Менің әкем менің әскери салада қызмет еткенімді қалады. Иә, әскери қызметте. Ал анам болса, менің әртіс болып, өнер жолын таңдауымды қалады. Алайда, мен екеуінің арманын бір арнаға тоғыстырып, жан-жақты, өнерпаз, ізденімпаз, мұғалім атанып, ұстаздық есімін жаныма серік еттім. Ал жолдасым болса, мені өзіне аяулы жар еткісі келді. Осылайша біз ұлан-асыр той жасап отау көтердік. Қазірде қос құлынның аяулы ата-анасымыз. Армандар орындалып, үміттер ақталды. Енді мен де ұстазбын. Енді мақсат жай ғана ұстаз емес, үлгілі ұстаз атану. Ал үлгілі ұстаз болу үшін жүректе мейірім, жүзінде жарқын сәуле болу керек. Сол сәулемен оқушыны нұрға бөлеп, тура бағыт беріп, оларды ұлттық, отансүйгіштік сезімде тәрбиелеуіміз керек. Сонда ғана елімізге қызмет ететін, елімізге қорған болатын өр тұлғаларымыз қалыптаспақ. Елбасымыз келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік тұр. Оны арқалап жүрген ұстаздар дейді. Себебі еліміздің болашағын көркейтіп, өркениетті елдер қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақ бейнесімен өлшенеді. Олай болса, өркениет өзегі, білім, ғылым, тәрбие десек, бұл мәселеде өз үлесімді қосудамын. Оның айқын дәлелі ретінде биыл ғана мектеп табалдырығын аттап, жаңа өмірге қадам басқан шәкірттерімнің жетістіктері. Ануарбекұлы Әбу Ханифа, мектепшілік бірінші сыныптар арасындағы мәнерлеп оқу сайысынан бірінші орын. Болатбек Дариға, мектепшілік бірінші сыныптар арасында өткізілген көркем жазу сайысынан жүлделі үшінші орын. Нураттинова Айгерім, жас суретшілер атты республикалық байқаудан жүлделі екінші орын. Талантты шәкірттерім мен өзімнің қоғамдық шараларда жеткен жетістіктерім. Өскелең ұрпақта тәрбиелеу жолындағы белсенді еңбегім үшін аудан әкімінен алған алғыс хатым. Бұлардың барлығы менің 2 жылда жеткен жетістігім. Мектепте мұғалім болсам, ал үйде мен келінмін, аяулы анамын. Жақындарымның қолдауымен ауыл келіндер арасындағы жас келін жанұя бақыт атты аудандық келіндер сайысына қатысып, ол жерден жүлделі 2-ші орын иелендім. Аяулы ұстаздарымның бәсекеге қабілеттілік, сүйіспеншілік, парасаттылық, құрмет сезімдерін өз бойыма сіңіріп өстім. Ендігі кезек сол асыл қасиеттерді шәкірттеріме жеткізу. Қиындығы мен рахаты бір басқа жетерлік ұлы жолда менің асыл арманымның орындаларына кәміл сенімдемін.